Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Есқазықызы. Егер сіздің балаңыздың дамуы кешігіп жатқан болса, бұл видеоның соңына дейін көріңіздер. Бұл видеода дамудың кешігуі болып жатқан балаларға жасалынатын 5 қадам туралы айтатын боламын. Осы 5 қадамды жасайтын болсаңыздар, сіздер балаңыздың дамуының кешігуі неден болып жатқанын білесіздер. Себебін білетін болғандықтан сіздерде уже ем дұрыс қонады. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер, пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басатын болсаңыздар, каналда шыққан жаңа видеоларды бірінші болып көріп отырасыздар. Сондықтан каналға подписка жасауды сұраймын. Ал біз бастаймыз. Дамудың кешігуінің себептері өте көп. Ол туралы мен алдыңғы түсірген видеоларда айтқан болатынмын. Бүгін оған тоқталмаймын. Бүгін сіздерге фактически, если балада дамуы кешігіп жатқан болса, сіздер не жасауларыңыз керек, сол туралы айтамын. Дамудың кешігуі әртүрлі жағдайда көрінуі мүмкін. Баланың моторлық жағынан дамуы артта қалуы мүмкін, немесе психикалық жағынан артта қалуы мүмкін, немесе сөйлеу жағынан артта қалуы мүмкін. Енді сіздерде егер дамудың кешігуін қоятын болса, дәрігер, сіздер бірінші қадам жасайсыздар. Ол балаға полностью оценка жасалынады. Физикалық жағын сіздер зерттейсіздер. Енді оны дәрігерге апару керек. Дәрігер сіздерге полностью баланың салмағын, бойын, басын өлшеу керек, және де баланың кеудесін өлшеу керек. Егер мысалы 3 жасар бала болатын болса, 3 жасар балаға сай оның жаңағыдай дене бітімі солай даму керек физикалық жағынан. То есть басын өлшемі нормальный болу керек, тонустардың бәрі жақсы болу керек, уақытылы жүру керек, уақытылы отыру керек деген сияқты. То есть физикалық жағынан ешқандай артта қалмаған болатын болса, онда біз екінші қадамға көшеміз. Ал егер физикалық жағынан мысалы бұрыннан өзі кеш жүрген бала болатын болса, кеш отырған бала болатын болса, бұлшықеттердің тонусы сәл төменірек болатын болса, онда уже біз бұл жерде бұлшықет патологиясын іздейміз. Бұлшықет патологиясы бар жерде обычно генетикалық аурулар шығуы мүмкін. Уже генетикалық ауруларды іздей бастаймыз. То есть физикалық дамуын бірінші оценка жасамай, сіз екінші қадамға өте алмайсыз. Сондықтан бірінші балаңызды тексертіп аласыз. Физикалық жағынан, если даму жақсы, салмағы, бойы, бәрі өзіне сәйкес болатын болса, уже екінші қадамға көшеміз. Екінші қадам ол баланың құлағын тексеру. Барлық дамуы кешігіп жатқан балалардың барлығын құлағын тексертеміз. Не үшін? Өйткені құлақта әртүрлі патологиялар болуы мүмкін, есту қабілеті балада төмендеуі мүмкін. Оны сіздер байқамауыңыз да мүмкін. Ол какой-то процентке ғана құлақтың жаңағыдай есту қабілеті төмендеуі мүмкін. Әсіресе вирусный инфекциядан кейін ортаңғы құлақта воспаление болса, онда средний отит деген болады, яғни ортаңғы құлақтың қабыну процесі. Сол кезде баланың есту қабілеті төмендейді. Және де есту қабілеті төмендегеннен кейін балада уже даму кешігу көрінеді уже. Сондықтан сіздер екінші қадам ол құлақты тексертесіз. Енді сіздер құлағын тексерттіңіздер, физикалық жағын тексерттіңіздер, барлығы жақсы, идеальны болатын болса, уже үшінші қадам жасайсыздар. Үшінші қадамда сіздер көру қабілетін тексересіздер. Көру қабілеті тоже сол есту қабілеті сияқты сіздерге білінбеуі мүмкін, бірақ әртүрлі көзінде патологиялар бар. Миопия, астигматизм, тағы да басқа көздің проблемаларын міндетті түрде тексеруіміз керек. Егер бала дұрыс көрмейтін болса, конечно, балада дамуы кешігуі мүмкін. Сондықтан үшінші қадам ол баланың көзін тексереміз. Енді төртінші қадам. Төртінші қадам, егер баланың ағзасында дефицит болатын болса, оны мен алдыңғы видеоларда да айтқан болатынмын. Оны сіздерге жаңадан тексерілген жаңа сайттармен тоже бөлісетін боламын. Шетелдік біздің жаңадай коллегаларымыздың тексеруі нәтижесінде ағзада дефицит болған болса, балада даму кешігу болады. Сондықтан, егер өздеріміз оқып шығамын десеңіздер, осы сайтты сіздерге тастап кететін боламын. Бұл жерде соңғы мәліметтері туралы жазылған. Оқып шығамын десеңіздер, пожалуйста, описанияға ссылкасын қалдырып кетемін. Енді ағзасында егер дефициті болатын болса, сіздер соның орын толтыруыңыз керек. То есть сіздер бірінші қандай нәрсе ағзасына жетіспей жатыр, соны анықтап алуыңыз керек. Ол үшін міндетті түрде балаға анализ тапсырасыздар. Бірінші жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі,
Ферритин, железо міндетті түрде анемиясын тексертуіміз керек. B9, B12 тоже витаминдерді тексертуіміз керек. Одан кейін барып инфекцияларға тексереміз. Кейбір инфекциялар цитомегаловирус, токсоплазмоз, тағы да басқа торч инфекция дейді. Соны тексеруіміз керек. Одан кейін егер бұлшық әлсіз болатын болса, креатин фосфокиназа деген анализ тапсырамыз. Кальций тексеруіміз керек, витамин D деңгейін тексеруіміз керек. Егер баланың өсу жағынан артық қалып жатқан болатын болса, онда щитовидный гормондар тексеруіміз керек. Эндокринолог дәрігерінің кеңесін алуымыз керек. То есть осы анализдер түгелмен сіздер тексеріп шығуларыңыз керек. Ағзасында егер дефицит болатын болса, сіздер қанша баланы логопедке тасысаңыз да балада эффект болмайды. Бірінші себебін анықтап алмасаңыздар, ешқандай ем нәтижелі болмайды. Сондықтан баланың не үшін кешігіп жатқан себебін анықтап алыңыздар. Енді сіздер анализ тапсырдыңыздар, анализінде если дефицит болатын болса, сіздер уже білесіздер, соның орнын толтыруға жұмыс жасайсыздар. Егер анализдер все идеально болатын болса, уже 5-ші қадамға көшесіздер. 5-ші қадам ол баланың миын тексереміз. Миын біз обычно МРТ-ға түсіреміз. МРТ магнитно-резонансная томография мидың структурасын тексертеді. Одан кейін электроэнцефалография жасаймыз. Электроэнцефалография мида эпилептический очаг бар ма жоқ па, соны тексереді. И осы екі зерттеуге қарап уже қорытынды жасайды. Если мида проблем болатын болса, онда уже миға лечение жасалынатын болады. То есть, егер сіздің балаңыздың дамуы кешігіп жатқан болса, осы 5 қадамды міндетті түрде жасаңыздар. Қорытындылай қайталап кетейін. Бірінші қадам ол сіздер физикалық дамуын түгелмен тексертесіздер. Екінші қадам құлағын тексертесіздер. Үшінші қадам көзінің көруін тексертесіздер. Төртінші қадам сіздер анализдерін түгелмен тексертесіздер. Бесінші қадам сіздер басын тексертесіздер. Егер сіздер осы 5 қадам жасайтын болсаңыздар, негізгі себебін анықтайтын болсаңыздар, сіздердің балаңыздың дамуының кешігуін неден болып жатқанын анықтап, сіздерде уже ем дұрыс жүреді, эффективно жүреді. Сол үшін міндетті түрде осы 5 қадамды жасаңыздар. Егер видео пайдалы болған болатын болса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, астына комментарияға жаза кетіңіздер. Қандай видео көргілеріңіз келеді, тоже комментарияға жазсаңыздар. Алла бұйыртса, осы видеолар жасайтын боламыз. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ажархан Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар.